Сәлеметсіздер ме? Бүгін 4-ші сынып ағылшын тілінің жаттығуларын орындайтын боламыз. Page 5, 5-ші бет. Exercise 1. Look at the pictures. Суреттерге қара. Which is team sport? Қайсысы командалық спорт түрі? Which is an individual sport? Қайсысы жеке спорт түрі? Is there a sport you can play really well? Сіз шынымен жақсы ойнай алатын спорт түрі бар ма? Which of these sports are popular in your country? Осы спорт түрлерінің қайсы сіздің елде танымал? Келесі бізге берілген сөздер: бенди, допты хоккей, футбол, айс хоккей, мұздағы хоккей, cross country skiing, шаңғы жарысы. Сонымен, team sports, бенди, футбол, and ice hockey, individual sport, cross country skiing. I can play football. Мен футбол ойнай аламын. Football is a popular sport in my country. Футбол менің елімде танымал спорт түрі. Exercise 2. Екінші жаттығу. Write and circle the odd one out. Оқыңыз және сәйкес келмейтін нәрсені шеңберлеп сызыңыз. Бірінші, футбол, boots, helmet, shin pads. Футбол аяқ киім, дулыға, соққылардан қорғауға арналған қалқандары. Helmet, дулыға, бұл жерде артық сөз, шеңберлеп сызамыз. Екінші, ice hockey, stick, puck, ball. Шайбалы хоккей, таяқ, шайба, доп, бол. Бұл жерде доп, артық сөз, шеңберлеп сызамыз. Үшінші, теннис, gloves, racket, ball. Теннис, қолғап, ракетка, доп. Gloves, бұл жерде қолғап, артық сөз, шеңберлеп сызамыз. Төртінші, skiing, skis, bat. Pose, шаңғы тебу, шаңғы, жарқанат, шаңғы таяғы. Bat, бұл жерде жарқанат, артық сөз, шеңберлеп сызамыз. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Play hopscotch. Классик ойнау. Play hide and seek. Жасырынбақ ойнау. Play leapfrog. Секіргіш бақа ойынын ойнау. Have a sack race. Қап жарысын ұйымдастыру. Play tag. Қуаласпақ ойнау. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read, find some more sports facts. Present them to the class. Оқы, тағы бірнеше спорт фактрлерін табыңыз. Оларды сыныпқа көрсетіңіз. Did you know? Сіз білесіз бе? 1951 was the year when the Medieval Sports Center near Almaty opened. It is the highest ice skating rink in the world. 1951 жылы Алматы маңында Medieval спорт орталығы ашылу жылы болды. Бұл әлемдегі ең биік мұз айдынының бірі. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Talk with your friend. Досыңмен сөйлес. I sometimes play hopscotch with my friend. Кейде досыммен классика ойнаймын. Me too. I don't play tag with my friends. Мен де. Мен достарыммен қоласпақ ойнамаймын. I always play football with my friend. Мен әрқашан досыммен футбол ойнаймын. Me too. Мен де. Осымен 5-ші бет жаттығулары аяқталды. Каналымызға лайк басып, тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сау болыңыздар.